Алла тағала бізді тозақтан сақтайтын болса, иншалла жәннатқа кіргізеді. Біз ең бірінші тозақтан Алла тағаланың бізді сақтауын сұрауымыз керек. Одан кейін барып жәннатты сұрайсыз. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху Жәбірейіл алейхиссалам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ортасында болған мына оқиғаны бізге риуаят етеді. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حين الذي كان يأتيه فيه. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға күнделікті келетін уақытында емес, басқа бір уақытта келді дейді, бір күні дейді. Күнделікті кәдімгі әдеттегі уақытта емес, сондай бір басқа бір уақытта келді дейді. Фақама илейхи Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Сонымен пайғамбарымыз Жәбірейіл періште. Демек бұл жерде Умар ибн аль-Хаттаб Жәбірейіл көріп тұр. Білесіздер, періште қай уақытта Алланың қалауымен, мысалы үшін адамдардың көзіне көріне біледі, әртүрлі сипатта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жәбірейіл періште кіріп келген уақытта орнынан тұрып не қылды? Қарсы алды дейді. Жәбірейіл періште құрметті, сондай Алла тағаланың жаратылысы, Алла тағаланың құрметті құлы болғандықтан не қылып тұр? Пайғамбарымыз тұрып күтіп алып отыр. Фақала я Жибрил, мәли арака мутағайирал лаун деді пайғамбарымыз. Я Жибрил, неге түрің өзгеріп кеткен деді. Яғни Жәбірейіл періште түрі өзгеріп кеткен, сондай абыройлы күйде келді. Қала ма жи'тука хатта амараллаху азза ва жалла би манафихин нар. Алла тағала тозақтың отын үрлеуге әмір бергеннен кейін саған келіп отырмын дейді. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, я Жибрил, сиф лиян нар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты Жәбірейілге, я Жибрил, маған тозақтың отын сипаттап бер деді. Фақала Жибрил, инна Аллаха تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت. Алла тағала тозақтың жануына әмір берді дейді. Тозақтың отының жануына әмір берді дейді. Сонымен ол жанды да дейді тозақтың оты. Қанша жыл тұрды? Сол жанған күйінде 1000 жыл тұрды дейді. Қашан тозақ жаңа от әппақ болып кеткенше тұрды дейді. 1000 жыл. ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. Одан кейін арғарата жана беруге тағы да Алла тағала әмір берді де, арғарата тозақтың оты жана берді де, тағы да 1000 жыл жанды да қып-қызыл болды дейді бір уақытта. Бірінші ақ болды, одан кейін қып-қызыл болды дейді. ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء шараруха. Одан кейін тағы да Алла тағала әмір берді де, 1000 жыл тағы да жанды да, не болды дейді? Оты қап-қара болды дейді. Қап-қара тозақтың оты сондай қап-қара қараңғы, оның несі дейді, тозақтан шыққан от дейді, ешқашан не қылмайды дейді, жарық бермейді дейді. Тозақтан түскен шоқ ешқашан жарық бермейді, ол қап-қара шоқ. ولا يطفأ لهبها. Сонымен бірге оның алауы, ол жаңа 3000 жыл жанып тұр ғой, қап-қара болды ғой, одан кейін оның жаңа жанып тұрған алауы өшпейді дейді. والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. Сені пайғамбар етіп жіберген Алла тағаламен ант етемін дейді. Егерде тозақтың отынан бір иненің тесігінде, инемен тескендей тесік ашылатын болса, одан сондай бір сол тесіктен бір шоқ түсетін болса, жердегі адамдардың, жердегілердің барлығы өледі дейді. Ешкім қалмайды оның соншалықты отының несінен, қызуынан дейді. Иненің тесігіндей тесіктен түскен шоқтың өзі жердің бетінде ешкімді қалдырмайды, бәрін өлтіреді дейді. Жандырып күйдіреді. والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه.
Сонымен бірге сені пайғамбар етіп жіберген Алла тағаланың атымен ант етемін. Егер де дейді, тозақтың иелері бар ғой, тозақта жаңа қарап отыратын періштелер, хазин деп атайды оны. Солардың иелерінің біреуі жердің бетіне түсетін болса дейді. Түскенде жердің бетіне осы дүниенің адамдарға, жердің бетіндегі жануар заттарға көрінетін болса, жай көрінетін болса, оның түрінің соншалықты қорқыныштылығынан дейді, жердің бетіндегі адамдардың бәрі өліп кетеді дейді. Ешкім қалмайды дейді. Егер жайыншейін тозақтың иелерінен болған бір періште көрінетін болса дейді, жердің бетіндегі адамдарға. Тек қана оның жаңағы несінен, қорқынышты түрінен емес дейді, оның жаңағы сондай жиіркенішті иісінен өліп кетеді дейді, керек болса. والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لأرفضت وما تقارت حتى ينتهي إلى الأرض السفلى. Алла тағала сені ақиқатпен пайғамбар етіп жіберген Алла тағалаға ант етіп айтамын дейді. Егер де дейді, мынау тозақтың шынжыры бар ғой, сол шынжырдың бір бөлігі жердің бетіне бір тауға түсіп кететін болса дейді, ол тауды быт-шыт қылып жібереді дейді. Ол тау қайтадан сол күйінде жиналмайды дейді. Қандай бір тауға түсетін болса, таудың өзін не қылатын еді, быт-шыт қылып жіберетін еді дейді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны естіп отырған кезде Жабрил алейхиссаламға айтты: Я Жабрил, болды, жетеді деді. Жетеді. Бұдан ары қарата менің жүрегім көтермей өліп кетуі мүмкін, болды, жетеді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі бұдан ары қарата менің жүрегім көтермей қалуы мүмкін, өліп кетуі мүмкін, болды, жетеді деп тоқтатты Жабрил алейхиссаламды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрегі әлсіздігінен емес бұл жерде. Жүрегінің әлсіздігі иманының күштілігінен, Алла тағалаға деген тақуалығының мықтылығынан, содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шыдай алмайды деді. Біз міне иманымыз әлсіз болғандықтан отырмыз, мысалы, ешқандай қиналмай-ақ отырмыз қазір, мысалы, да? Бірақ сезініп отырмыз әрине. Бірақ оны мысалы пайғамбарымыз секілді сондай қатты сезініп, мені тоқтатып отқан ешкім жоқ мына жерде. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабрил алейхиссалам тоқтатты. Фаназара Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам иля Жибрил ва хуа ябки. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір уақытта не істеді? Жабрил періштеге тоқтатты да қараса, Жабрил періште жылап отыр. Періште Жабрил алейхиссалам бұл әңгімені айтқан уақытта не қылып отыр? Жылап отыр. Фақаля Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Табки я Жибрил деді. Ей Жибрил, жылап отырсың ба сен деді. Ва анта миналлахи бил макан аллази анта фихи. Сен Алла тағаланың хұзырында сондай құрметті періште болып отырып, сен жылап отырсың ба деді. Алла тағаланың алдында сондай құрметті періште болып отырып, сондай сенің Алланың алдында сондай абыройың бар, Алла тағаланың алдында сондай бағаланатын сондай Алланың құлысың, сен жылап отырсың ба деді. Қала ва ма лия ла абки деді. Жабрил алейхиссалам: неге мен жыламаймын деді. Неге мен жыламаймын? Ана ахаққу бил бука лаалли акуну фи илмиллахи ала гайри ал-хал аллати ана алейха. Мен қайта көбірек жылауым керек, себебі Алла тағаланы мен басқалардан көбірек танимын деп отыр. Мүмкін Алла тағаланың хұзырында мен сол жаңағы тозаққа лайықты пенделердің құлдарының қатарынан болып қалатын шығармын. Кім біледі, мен оны білмеймін ғой деді. وَمَا أَدْرِ لَعَلِّ يُبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيسَ فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Мен білмеймін ғой, Іблістің өзі періштелермен бірге болған еді ғой ол. Мүмкін Іблістің түскен халына мен түсіп қалатын шығармын. Қайдан білейін мен дейді. وَمَا أَدْرِ لَعَلِّ يُبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Мен қайдан білейін, мүмкін Харут пен Маруттың сынағына мен де душар болып қалатын шығармын деді.
قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام. Бұл сөзді естіген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да жылады. Жабрил алейхиссалам екеуі не қылды? Қосылып отырып жылады. فما زال يبكيان حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل عليه السلام. Сол уақытта екеуі жылап отыр, әлі жылап отыр. Бір уақытта Алла Тағаланың тарапынан бір шақырушы келді. Ей Жибрил, я Мұхаммад деп екеуіне не қылды? Алла Тағаланың тарапынан екі шақырушы келіп шақырды. Алла Тағала, шын мәнінде Алла Тағала сендерді күнә жасаудан сақтап қойған деді. Күнә жасаудан, қателік жасаудан сен екеуін сақтап қойған деді. Сендер екеуін қам жемеңдер деп екеуіне не қылды? Келіп жұбатты. Алла Тағаланың тарапынан бір шақырушы келіп. Сол уақытта Жибрил алейхиссалам не қылды? Көтеріліп кетті. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Бұл жерден шықты. Шығып кетіп бара жатса көшеде ансарлардан болған бір топ, ансарлардың біраз жаңағы сахабалар не қылып отыр? Күліп, ойнап, бір-бірімен әңгімелесіп отыр. فقال أتضحكون وراءكم جهنم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: сендер күліп отырсыңдар, ертең алдарыңнан жаһаннам тозақ оты күтіп тұр ғой сендерді. Сол тозақ сендерді ар жақтарында күтіп тұрған уақытта, алдарыңда тозақ оты, тозақтың сынағы тұрған уақытта сендер күлесіңдер ме? فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما أسغتم الطعام والشراب ولا خرجتم إلى الصعدات تجرؤون إلى الله. Егер мен білгенді білгендеріңде еді дейді, мен білген нәрсені білгендеріңде сендер аз күліп, көп жылаған болар едіңдер. Аз күліп. Бұл жерде пайғамбарымыз мүлдем күлмеңдер деп тұрған жоқ, бірақ аз күліп деп тұр. Аз күліп, көп жылаған болар едіңдер. Және ешқандай тамақ, су деген сендерге батпайтын еді, ешқандай іше алмайтын едіңдер дейді. Өтпейтін еді дейді. Сендерде былайша айтқанда ешқандай тәбет деген, аппетит деген болмайтын еді деп тұр. Сонымен қандай жерде бір биік жер болатын болса, сондай биік жерлердің бәріне шығып барып Алла Тағала дұға қылып сұрайтын едіңдер дейді. Мені тозақтан сақта деп, әрдайым сондай биік жер көрсеңдер ол шығып алып дұға қылып сұрай беретін едіңдер. Мен білгенді білгендеріңде еді. Хадисте имам Ат-Табарани риуаят еткен. Мен тозақтың сипаты осылай. 3000 жыл сіз қараңыз, мысал үшін қазір бір жаңағы суды мысал үшін сіз бір 3 сағат қайнатып қоятын болсаңыз, қандай қызып кетеді ол. Машинаның өзін бір сағат тоқтамай оталдырып қоятын болсаңыз, қаншалықты мысал үшін неғып кетеді, қызып кетеді. 3000 жыл жанған от